талқылап тастайық. Бүгінгі тақырып сарылар. Сарылар дегеніміз черныйлар кайфовать етіп тұрып мазақтайтын жалғыз адамдар. Сар, Кумаш өзің сар. Сарым шығымау. Осы екеу күшті дос бар. Билайн ғой тура, билайн. Егер сен сар болсаң, мынандай приколдарды саған обязательно ұстай. Сары сен осы біздің үйдің баласысың ба? Ана көрші Максимнен аумайсың ғой. Салам, брат, меня Жансерік зовут. Ғабит. Сен қазықсың ба? Сары болған өте қиын. Бәрі үшін сен сары болып кетесің. Сары. Сары. Алло, Сары. Сары. Нормальный адамдар күнге күйіп загар алып қарайса, сарылар не в тему қызарады. Сосын ойлайсың ғой, қараят шығар енді деп. Қайтып орнына келеді сары. Сарыларды мазақтайтын кезде де ешқандай креатив керек емес. Бірақ вариант. Сары балапанчик. Бір креатив қосындашы, балапанчик. А так сарылар дерзкий. Бірақ сарылардың да черныйлар сияқты ашуланатын кезі келеді. Вот мен мазақтай береміндер, сары, өздері сары балапанчик, сен үлкен жігіттің нормально. Те қалқан құлақ десем жақсы ма? Те қазан бас десем жақсы ма? Қарама маған олай. Басына борсап сыртсаң. Талқылайық, бүгінгі тақырып черныйлар. Барлық адамда черный деген досы по-любому болады. Короче, бәріміз келе жатамыз, жаңа кім баха, бәрі. Қай баха? Черный баха ше. Егер сен кругта черный болсаң, бол, приколдың бәрі саған кетеді. Опана. Черный, брат. Қайдасың? Брат, көрінбей кеттің. Брат, тісің көрінет хотя. Так, Баха, ты какой чай будешь? Я черный. Не, я знаю, брат, что ты черный. Чай, қандай ішесің, брат? Ха. Черный на жерінде не алсайшы? Шоколад па десем, туф, кожаның цветі сондай. Ал қыздар қап-қара болса. Енді қыздардікі по-любому болып тұрады. Енді беттерінде танылып тұрады, аппаған білінбейді, мойынға қарай, қолға қарайсың. Хей, қарағыз. Бірақ бір күні олар жынданса ешкімді аямайды. Не олды сендер үндемеген сайын басқа шығып кеттіңдер ғой? Черный болса не оптал? Құдай сөйтіп жаратса енді өлем ба енді? Черный мал, қап-қара мал не істейсің? Осын тұра. Қисықпас, не қарайсың, сары, күнге шағылыспай кетші бар. Қортық, жоғал бар. Сәлем достар, талқылап тастайық. Бүгінгі талқылайтын тақырып бойы қысқа адамдар, полторашкілер. Енді қортықтан. Бұл кісілердің өмірлік девизі «Нас плохо видно, но хорошо слышно». Және де ең көп айтатын фразалары: боймен емес, ақылмен, мимен жарысатын заман. Полторашкі жігіттер ең бірінші қызбен сөйлесетін кезде атын кім деп сұрамайды, бойың қанша деп сұрайды. Егерде бір күшті парочкада қыздың немесе жігіттің бойы болса, олардың общенияларының спонсоры бордюр. Рахмет саған. Полторашкілер шкафтың төбесінде тұрған заттармен араласпайды. Егер полторашкілер бір жерде каким-то образом ұзын болып отырса, онда астын қараңыздар. Обязательно бірден тоғыласыздар. Көрпешемен жастық па бірден. Полторашкілер автобуста тұрған кезде төбеде ілініп тұрғаннан астамайды. Просто трубаға рахмет айтып тұра береді. Полторашкілер есіктен еңкейіп өту дегенді вообще естімеген. Полторашкілерге ең көп қойылатын сұрақтар: брат, киім детский мирдан алдың ба? Полторашка қортық деп мазақтап бермеңдерші. Нормальный адам детский мирді киім, нормальный магазинді киім не қарайсың, чебурашка. Сен мұрын дәу зато. Осы бірден кіргізсе, брат, сен кішкентай соң кіресаш деп. Кірмейміз. Талқылап тастайық, бүгінгі талқылайтын тақырып Инстаграмдағы қызықтар. Дәл қазір Инстаграмда адамдар екі типке бөлініп жатыр. Біріншісі, задавайте вопросы, я жду. Постараюсь. Сұрақтарға жауап бергенде қыздар в основном фонға әдемі суреттерін қойып қояды. Ал жігіттерде бірақ вариант, по-любому машинаның суреті. Ал енді екінші тип көрсетейік. Конкретно Инстаграм дәмін кетіріп тастадыңдар ғой, функция алып тастау керек көше Инстаграмға. Не мынау бәрі сұрақ, бірақ бір нормальный сұрақ жоқ. Қалайсың істеп отырсың? Ал чемпионат мираның қызықтары мүлде бөлек. А так с детства за Россию дейтіндер масқара көбейіп қыздарды айтсайшы, ана футбол көріп отыр. Қиын. Брат, мынау жестко қиын. Давай, Неймар, давай. Жан, тут Франция, Бельгия играет. Да? Синий, да? Давай, Франция! Енді демалысқа өтейік. Инстаграмда демалып жатқан адамдар тағы да екі типке бөлінеді. Бірінші тип күшті, демалып история салып жүргендер, ал екіншісі сол историяны қарап үйде жатқандар. Олар да басында қуанды, күшті, жаз басталды деп, просто үйлеріңде стройка басталып кетті. Талқылап тастайық, бүгінгі талқылайтын тақырып алтын бала. Анау тура өзің сияқты жұрттың баласы Ануарға қараш. Алтын бала ғой. Просто анау хитра жопы Ануар біздің үйге келгенде алтын бала болып қалады. Саламатсыздар ма, әпке, қалайсыздар? Ассалаумағалейкум аға. Жұмысыңыз қалай? Анау досыңды танымай қаласың. Тура жаңағы алтын бала семей жүргенде вообще басқаша адам. Брат, что там, сабақтан қашып кетеміз. Қыздармен танысайық та, брат. Опа, Насташ анау балалар. Салам алейкум. Нормально, бір жерде тамақ ішіп отырасың. Бір кезде бір танитын қыз кіріп қалады. Жаңағы Ануар страшно қуып кетеді. Жансерканы Айгүл қой. Айгүл қой. Жансерканы Айгүл сәлем. Айгүл! Қалайсың ке? Ана жерде сені алып отырасың. Алтын бала Ануарды мама-папа ойлайды, маған всегда поддержка беріп жүреді. Қалай, брат? Брат, сен математикадан 2 алдың ғой, естің ба? Брат, бұл шиіп семір бапсың. Қалдың арықтамайсың сен. Бірақ бұның бір жақсы жері, қаншама жаман сөз айтсан да өтпейді ғой анаға. Брат, таза мал екенсің ғой. Білем ғой.